Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сізден мен осылай арасы үлпілдеп керемет болып пісіп шығатын, арасы яғни қос болып тұрмайтын, бос болып тұрмайтын керемет дүкеннің бауырсағындай бауырсақты қалай жасау керек, соның құпиясымен бөлісетін боламын. Рецептімді міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз бір ыдысқа жылы суымызды құйып аламыз да, су міндетті түрде жылы болуы тиіс. Оған ашытқымыз аламыз және де қантты салып жақсылап араластырып аламыз да, осы сұйықтығымызды, яғни апарамызды көтерілгенше 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді таза үлкенде ыдысқа жылы сүтімізді құйып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз және де ерітілген сары майымызды құямыз. Және де міндетті түрде майонез қосамыз. Майонезді міндетті түрде қосыңыздар. Содан соң 1 шай қасық тұз саламыз. Және де жаңағы дайындап алған апарамызды құйып, барлығын жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң алдын ала міндетті түрде ұнды елеуіштен өткізіп алған дайын ұнымызды аз-аздан қоса отыра жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдымен осылай аз бөлігін қосып, алдымен венчикпен немесе қасықпен араластырып алып, аз-аздан ұн сала отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Арасында ешқандай түйіршігі қалмайтындай жақсылап қолымызбен иін қандырып илейміз. Бізде өте керемет осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырдың бетіне кішкене сұйық май жағып жібереміз де, барлық жеріне жеткізіп жағып, қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Араға жарты сағат өткеннен кейін бір басып алсаңыздар болады. Менің қамырым 1,5 сағаттай тұрды, өте керемет осындай қамыр болып шыққан. Қамырымызды кішкене осылай басып аламыз да, қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін алып жақсылап қолымызбен дөңгелек пішінге келтіріп, қамырымызды кішкене ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Өйткені бізде бауырсақтың арасы қос болмай пісу үшін қамырды кішкене қалыңдау етіп жайып дайындап аламыз. Барлық жерін бір келке етіп жайыңыздар. Жұқа етіп жаюға болмайды, қалыңдау етіп қамыр жаясыздар. Қамырды арнайы осындай бокалдың көмегімен кесіп алатын боламын. Үлкен кіші етіп кесу ол енді өздеріңізге байланысты. Мінекей біздің қамырымыздың қалыңдығы шамамен осындай болуы керек. Кішкене қалыңдау етіп жаямыз қамырды міндетті түрде. Барлығын кесіп дайындап алғаннан соң артық қалған қамырларды жинап алып, одан қайтадан жақсылап илеп жібереміз де, одан да қайтадан бауырсақ жасайтын боламыз. Мінекей біздің бауырсақтарымыздың барлығын кесіп дайындап алдық. Екінші қамырымызды алып, оны да дәл солай қалыңдау етіп жайып, артық қалған қамырларын алып, жинап алып, одан да бауырсақ жасап тастаймыз. Бауырсақтардың барлығын дайындап алғаннан соң міндетті түрде оларды мата дастарханға орналастырып, бетін жауып 20 минутқа көтерілгенше қалдырамыз міндетті түрде. Содан соң майды қатты отта алдымен қыздырып аламыз да, бауырсақтарды салғаннан соң орташа отқа қойып, қатты отта болмайды, өйткені қатты отта піссе арасы шикі болып қалады. Сондықтан да орташа отқа қойып, бауырсақтарымызды екі бетінен қызартып пісіріп аламыз. Алғашқыда майды қыздырып алғанша қатты отқа қоясыздар. Қызғаннан соң, бауырсақты салғаннан соң орташа отта бауырсақтарды екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Бұл бауырсақтар өзінің жұмсақтығын бірнеше күнге дейін сақтайды, әрі өте керемет болып шығады. Үлпілдеп, арасы қуыс болмай керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бауырсақтарымызды екі жағынан қызартып пісірген соң, оларды қағаз сүлгіге қойсаңыздар болады. Мінекей достар, осымен біздің өте керемет, арасы кереметте толықтай үлпілдеп тұратын бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Каналым рецептерім ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.